аяқ бұлшықеттері орналасуына қарай жамбас белдеу бұлшықеттері, сан бұлшықеттері, сирақ бұлшықеттері және аяқ басы бұлшықеттері болып бөлінеді. Бізде түрілген планшет, яғни беткей бұлшықеттерді көрсететін планшет, келіп тоқталатын болсақ бұлшықеттерде. Жамбас белдеу бұлшықеттері ішкі және сыртқы топ болып бөлінеді. Жамбас белдеу бұлшықеттерінің ішкі тобына жатады. Мыхан бұлшықеті, мускулус илиакус дейміз. Сосын бел бұлшықеті үлкені, мускулус псаус майор. Соның жанында жіңішке келген кіші бел бұлшықеті, мускулус псаус минор. Және мыхын бел бұлшықеті, мускулус илия псаус. Жамбас бұлшықеттерінің сыртқы тобына бұл планшетте тек қана бізге көрсетіліп тұрғаны үлкен бөксе бұлшықеті, мускулус глютеус максимус және мына планшеттің жағынан көруге болады жалпақ сіңірді керетін бұлшықет. Енді сан бұлшықеттеріне келетін болсақ. Сан бұлшықеттер бізде бөлінеді алдыңғы топ, медиалды топ және мына планшеттің артқы жағында артқы топ. Алдыңғы топқа жатады бізде. Мына ұзын келген адамдағы ең ұзын бұлшықеттердің бірі тігінші бұлшықеті, мускулус сарториус дейміз. Келесі, төрт басты бұлшықет. Бұл планшетте біз тек қана үш басын ғана көреміз. Төрт басты бұлшықетті латынша мускулус квадратус лумборум дейміз. Мынау соның тік басы, мускулус ректус феморис. Мынау медиалды жалпақ басы, мускулус вастус медиалис. Мынау латералды жалпақ басы, мускулус вастус латералис деп аталады. Медиалды топқа жатады. Бұл жерден біз үш бұлшықетті нақты көріп көрсете аламыз. Бұл қырлы бұлшықет. Сосын мына жерде әкелетін ұзын бұлшықет және жіңішке бұлшықет. Жіңішке бұлшықетті мускулус грацилис дейміз, әкелетін ұзын бұлшықетті мускулус аддуктор лонгус дейміз. Келесі артқы тобына жатады. Бұл жерде екі басты бұлшықет, мускулус бицепс феморис, жартылай сіңірлі бұлшықет, мускулус семитендиносус. Мынау екеуі жартылай жарғақты бұлшықет, мускулус семимембраносус деп аталады. Енді сирақ бұлшықеттеріне келетін болсақ, бұларда алдыңғы топ және артқы топ болып бөлінеді. Алдыңғы тобына тек мына бұлшықетті көрсетеміз. Бұл асықты желектің алдыңғы бұлшықеті мускулус тибиалис антериор деп аталады. Ал артқы тобына бұл жерден үш басты бұлшықетті көреміз. Үш басты бұлшықеттің бұның екі басы нағыз балтыр бұлшықеттері. Сосын камбала тәрізді бұлшықет жатқызамыз. Нағыз балтыр бұлшықетін мускулус салеус дейміз, ал камбала тәрізді бұлшықетті мускулус гастронемус деп атаймыз.